бүгінгі мереке Қазақстанда бірінші рет өтіп жатыр. Өйткені ол бұрын болмаған. Негізі ұлттың өнерін, тілін, ұлттық киімін насихаттауда бұл өте үлкен зор маңызы бар. Осылай осынды бүгінгі іс-шараларменен халықты біз жылына бір рет киіп үйретсек, келесі жылы 2 рет сөйтіп біздің ұлттық киімімізді күнделікті күнде, мерекеде, жұмыста киюге біз әдеттенуіміз керек. Бұл өте жақсы, өте дұрыс іс-шара деп ойлаймын. Жастар оны көріп, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді деген ойдан. День казахской национальной одежды и правда набирает популярность. И отмечается он в последнюю пятницу апреля, когда многие работники, многие жители нашей прекрасной страны... Алматы Конелеушілер палатасы Ирис креативті кеңістік бастамасымен Алматы қаласы әкімдігі және Алмалы ауданының қолдауымен біз бірінші рет қазақ ұлттық киімі мерекесін өткізіп отырмыз. Бүгін және ертең сіздерді үлкен мәдени бағдарлама күтіп отыр. Қолөнершілер жәрмеңкесі және мастер-класстар, концерттер мен қойылымдар, дизайнерлер мен ұлттық шеберлердің киім үлгілерінің сәндік көрсетілімдері болады. И открывает наш концерт заслуженный деятель Казахстана Ералхан Абишев. Мерекелеріңіз құтты болсын. казахской одежде очень много информации, семантики от рождения до смерти. Каждый костюм говорит о том или ином периоде жизни человека, о том или ином состоянии, статусе, положении. Это все, начиная, я говорю, от рождения до смерти распределялось. Еще у нас костюмы делились по регионам.
по родам. Это были много-много, сейчас это очень большой разговор. мейрам мен үшін өте аса маңызды. Өйткені біздердің осы күнге дейін істеген еңбектеріміздің бәрінің бағаланып өсіп, елдеріне заттарымыз келіп алып жатыр. Оған өте қуаныштымын.
Я раньше такого не видела. То есть данные костюмы показали именно вот быт старинный. Biz қазір егеменділікті алған соң қазақ болғаны қазақ өз аяқ киімін киген дұрыс. Жаныңа салып сені байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарым, қабағыңды маған қаншайым амал. Жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайым амал, бағымды менің өзің ғана еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Қаншайым амал, бағымды менің өзің ғана еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Көп-көп рахмет. Я хочу пригласить на эту сцену Театр национальных традиций «Орлан», созданного под руководством Жумагалиева Муслима. Для вас сегодня представление мини-спектакля «Кызу Зату и Биташар». И потом вас ожидает уникальное представление истории казахского национального костюма. Не расходитесь, пожалуйста, это действительно уникальное представление. Анасы өз қолымен сәукеле кигізеді. Бұл реттегі басты киім сәукеле болатын. Сәукеле жат жұртқа танып бара жатқан қыздың қорғаныш іспетті, ырыммен кигізілетін ғұрыптық бас киім. Баршаңыз көрініс көрген болатынсыздар. Енді кезекте сахнамыздың төрінде үйлену тойынан. Bismillah'de bastayın, armısızlar rağayın. Süylü süylü dumburamı şırdanda marjan şaşayın. Öy berekelde! Қазақ деген затың бар, ағайын туыс жақындар. Атадан қалған дәстүр бар, сол дәстүрдің ішінде амандасу салтың бар. Көп сөйлеп уақыт созбайын, әдеппенен жырлайын. Алдыменен сіздермен ассалаумағалейкум деп амандасып алайын. Öy berekelde! Ай бір балам екеу болды деп көптен күткен күнімде
деп атаң менен ненең тұр ет жүрегі елжіреп олай болса келінжан қыпша белің иеліп жүзіңе нұр құйылып тебіреніп тұрған атаңмен атаңа және енеңе сәлем салғын иеліп салынса сәлем халқыма құрмет деген сол болар айналайын келінжан жүзіңе нұр құйылып арқалап тұрған халқыма сәлем салғын иеліп сал домбырам жан серігім жасымнан сен қымбатсың жердегі бар асылдан бабалардың аманатын арқалап жеттің маған сонау алыс ғасырдан дейді. Ардақты ағайын, мынау енді қазақ халқы үшін қасиетті болған киелі домбыраменен жас келіннің бетін ашуды рұқсат етіңіз. Шапалақ қошеметтеріңізбен қазағымыздың салт дәстүрі бойынша нағыз қазақ қазақ емес нағыз қазақ домбыра деп домбырамен келіннің бет ашылды. Босағаңа жамандық жетпесін, төріңнен жақсылық кетпесін. Ұлың оншақты болсын, қызың моншақты болсын. Бастарыңа бақ қонсын, жаратқан ем жақ болсын. Ынтымақ серік болсын, шаңырақ берік болсын. Дастарханың кең болсын, қызықшылық тең болсын. Жолдасың ақ болсын, молшылық тап болсын. Сән сәулетің ассын, мал дәулетің тассын. Әумин! Хорошее мероприятие. Почаще бы проходило такое. Хан сайлады. Қазіргі Қытай жерінде үйсін мемлекеті дәуірінен қалған ерекше қабір сақталынған. Ауа райының құрғақтығының нәтижесінде ол дәуірдің материалдық құндылықтарымен күні бүгінге дейін сақталынып келеді. Ат абзелдерінде өте жоғары сапада дайындалған үйсін мәдениетін хабардар етеді. Жарым жыл бұрын Сібір, Орталық Азия, Орал, Приазовия, Балқан және Батыс Еуропа жерінде шығыс ғұндардың, ақсүйек ғұндардың және батыс ғұндардың ең күшті мемлекеттері пайда болды. Құрметті қонақтар, киім үлгілеріне назар аударыңыздар. Мына шекпеннің арғы тегі біздің киіп жүрген пиджагымыз. Шалбарлары мен етектері, тағы да басқа көптеген киім үлгілерінің көп бөлігі қазіргі ақсүйегінің жорыққа шыққанда киетін киім үлгісі. Жеңілде мықты көк сауыттар ірі қара терісінен өңдеу арқылы тігілген. Киізден жасалынған жамылғы осы сауыттарды әдемі толықтырары сөзсіз. Киізден жасалған бұйымдар жылуды жақсы ұстайды. Сол себепті түріктер киізді әртүрлі қалыңдықта және тығыздықта пайдалана білген. Біздің заманымызға дейінгі 7-8 ғасырдағы қыпшақ қыздарының киім үлгісі, қыпшақтардың ұлан-байтақ жерді билеуінің нәтижесінде көрші жатқан халықтар олардың киім үлгісі 13-14 ғасырда Алтын Орданың бай әулетінен шыққан Сібірдің бұл орманы бағала аңдар мен жабайы құстарға толы еді. Ақсүйек тұқымынан шыққан бай балалары бос уақыттарын аңшылықта өткізеді. 18 ғасырдағы қазақ келіндерінің біздің заманымызға дейінгі 15-18 ғасырдағы қазақ келіндерінің сәукеленің үлгісі сақ дәуірінен күні бүгінге дейін сақталып келген. Биік болып келетін жері бой жеткен, құрлығында дегенді білдіреді. Қазақ хандығының 550 жылдығында сахнада Қазақ хандығының 550 жылдығына дайындалған киім үлгілері.
қыздарының киім үлгісі. Қыздарының киім үлгісі. Заманымызға дейінгі 15-18 ғасырдағы қазақ келіндерінің сәнді киім үлгілері, келіннің бас киімі сәукеле және де сәукеленің үлгісі биік болып келетін жері бой жеткен көк тәңірі Ұмай ананың қамқорлығында дегенді білдіреді. Отан, мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бос тұрғай болының шырылдаған. Отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүйменіңде күйік екен, отанды сүйгеніңде күйік екен. А мы благодарим Театр национальных традиций «Орлан», созданного под руководством Жумагалиева Муслима, за чудесное представление традиций казахского национального костюма на первом празднике казахской национальной одежды. Сол жағынан және де енді ерекшелік енді өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, батыстың киімімен салыстыруға да келмейді мысалы. Осыны сәл болса да кішкене көрсетсек деген ниетпен шығып отырмыз.